Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз оңай әрі бюджетті варианттағы трайфл десертін жасаймыз. Құрамына ешқандай да сливки мен творожниесі қосылмайды, әрі қолжетімді заттардан жасалады. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, май, қант, какао және қопсытқыш керек. Алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ақ уызды жақсылап араластырамыз. Қант қосып аппақ болып көтерілгенше 5 минуттай миксерлейміз. Енді сары уызына ақ уыздан бір қасық салып араластырамыз. Үстіне сүт пен сұйық май қосамыз. Бір миксерлеп алғаннан кейін үстіне ақ уызды массаның қалғанын қосамыз. Енді ұнға какао мен қопсытқышты араластырамыз және жұмыртқалы массаға қосып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Одан кейін пергамент қағаз төселген противенге құйып, 160 градуста 15 минуттай пісіреміз. Оған дейін кремін дайындаймыз. Ол үшін 20% қаймаққа қант ұнтағын салып, 1-2 минуттай миксерлеп аламыз. Кремді арнайы пакетке салып алсақ болады, бірақ міндетті емес. Енді піскен бисквитті алып, майда бөліктерге бөлеміз. Енді осындай ыдысқа трайфлды жайнауды бастаймыз. Алдымен кремді, үстіне бисквит крошкалары, одан кейін бананды кезек-кезек видеода көрсетілгендей салып отырамыз. Енді бетіне шоколадты ганаш жасаймыз. Ол үшін шоколад пен сүтті ерітіп алып, дайын десерттің үстіне құя саламыз. Үстін қалауынша жемістермен әсемдеуге де болады, бірақ міндетті емес. Енді крем үсіну үшін тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдырамыз. Міне достар, ерекше дәмді трайфл десерті дайын болды. Сөз жоқ, өте дәмді болып шығады. Ең бастысы, кремі жүректі айнытпайды, әрі қолжетімді заттардан жасалады. Достар, жасап көріңіздер. Ас болсын.